мына таңертең мына жерұйық саябағының ішінде машиналардың алғы бәрі несі тоқтайды да ауа таза. Қыстың қанша суығы болса да, осы жерге келіп бір сағаттай жүрем, сол жүгірем, қимылдайым, үйтем, сабақтың алдында. Сосын үйге барып, тамағым түшем, киініп, университетке барам, 9:25-те сабақ басталады. Соған дейін үйреніп алдық осы саябаққа. Астанаға келгелі 4 жыл болды. Осы 4 жыл осы саябақтың ішінде күнде таңертең әлгі нені күннің шығуын осы жерде қарсы аламайды. Ауылдың балалары қимылға лайық келеді. Бала кезімізден жүгіру, топ қуу, асық ойнау деген барлығы неге біздің болмысымызда болды да, мысалы кішкентай кезімізден атқа мініп, бәйгеге қатыстық, шаңғы тептік, тіпті мен интернатта оқып жүргендерді 18 километр суббота-воскресенье шаңғыменен жүретінмін. Ол шаңғыменен жүретінім, сосын мылтықпенен оқ ататынмын, сол екеуін кейін қостым мына. Техникумда жүргенде, сосын биатлонмен шұғылдандым. Тіпті кандидат мастера деген, спорт деген қалды ғой. Мынау тек әйтеуір денені таңертең тұрғаннан кейін қан айналымын күшейтуді, әйтпесе спорт деген біздің жаста спорт болмайды ғой. Физическая зарядка дейді оны. Енді бұл барлығы денсаулықты сақтап тұруға, буын-буындарға қан жүгіртуге, адамның денсаулығы қанның айналуына, иммундық системаның жүйенің дұрыс істеуіне байланысты. Сол себептен ауру демдемей солардың айту керек. Иммундық системаға назар аудару керек. Сендерге соны сондай кеңес берем. Менің дүниеге келуім мынау Кереку Павлодар облысының бір қиыр шетінде жатқан Қағажу ауыл, Жаңабет ауылымен байланысты. Ол Ресей менен Қазақстанның дәл шекарасында орналасқан. Өзі менің де тууым дәл осы екі шекарамен байланысты. Мен туардың алдында шай қалғанда шешем Новосибир облысынан сол осы ауылға көшіп келіпті. Себебі мен туарда сол кездерде әкей дүние салып, сол репрессиядан кейін қатты ауырып дүниеден озып кеткен екен. Шынында мен енді әкемді көргем жоқ, іштей келген бала, нағашы атам менен нағашы апамның қолында дүниеге келдім. Ауылды жерлерде адам жетпейді ғой, сол мектепке адам жетпегендіктен 5 жасымнан барыппын. 1-ші классқа. Мектептердің болмағандығынан жұмысқа араласып кетуге де тура келді. Көктем болғанда мен тіпті тракторға отырып жер жырта бастадым. Сол менің жер жыртқандағы бір қасиетім, тың жерге ең бірінші баразда қалай салынады, солай жыртылады ол жер. Сол маған мен анау неменен сызғышпенен салғандай түп-түзу жасайды екенмін. Содан кейін өзім тіпті жер өлшеуіш әлгі бастық болып кеттім. Маған әжептәуір ақша төленді. Сөйтіп әйтеуір енді соның барлығы менің анама ұнамады. Сен осылай енді осылай қарайып қаласың, трактордың соңында жүресің деп мені үйден қуғандай болды енді. Сен кет деді. Оқуыз деді. Содан аэропортқа бардым да Алматыға билет алдым. Алматыда бір танитын адамым жоқ.
Аэропортқа ұшып келдім де, темір жол вокзалына барып, чемоданымды неге камера хранение тапсырдым да, қала аралап кеттім. Сол енді осы Алматының Никольский базары деген бар, соның жанына барып, менің армандағаным мынандай бір апорт алма жеп еді. Соны бір жеп отырғанда жанымда бір екі бала келіп тоқтады да, екеуі бір-бірімен ауысып атты. Ертең экзамен бастады, бірсі күн айтты, бірдеме деп, сол сөйтсе жаңағы базардың жанында есеп кредит техникумы деген бар екен. Әйтеуір сол техникум барып, документімді тапсырдым. Енді оқу жағынан мен алдыма жан салмайтынмын, мақтанып қояйын. Сол математикадан бір экзамен тапсырдым да, жаңағы жерге түсіп кеттім. Соны 3 жылдан кейін бітірдік. Тағы сол қызыл дипломмен бітірдім. Алматыда да бар ғой, халық шаруашылығы институты деп соған барып, документімді барайын деп беріп, нетсем, мен ректорға шақырады, документімді жаңа ғана тапсырғам. Ректорға шақырып, ректорға келсіп, Белов деген марқұм қазақша сөйлейтін сондай бір инноватты кісі екен. Сол айтты, мына отырған Қазақфильм киностудиясының кадр бөлімінің басшысы деді. Анау Москвада ВГИКке жіберілген балалар құлап қапты. Соған ВГИКке түсуге саған ұсыныс бар. Ойбой, ВГИК деген әрбір жастың арманы. Барам дедім. Сол ВГИКке барып, Москваға барып, Москвада тағы бір экзамен тапсырдым да, жаңағы ВГИКіне түсіп кеттім енді. С Асламбеком мы познакомились 50 лет назад. Это был 1967 год. Асламбек жил отдельно на этаже с экономистами в одной комнате с Виталием Сидоренко, который стал его другом. Когда мы в ВГИКе учились, мы в общежитии, как правило, мы режиссеры собираемся в комнатах, тусуемся, да, спорим там, такие времяпрепровождения. А Асламбек с Виталием, оказывается, в это время по вечерам ходили в театры. То есть Асламбек уже со времен учебы в ВГИКе уже, видать, давно поставил себе задачу в перспективе перейти в большое кино уже в качестве режиссера-постановщика. У нас была очень дружная группа. Вот. Небольшая, нас было всего 25 человек, из них половина группы поступили по направлению из союзных республик, из Киргизии, Казахстана, Грузии, Белоруссии и так далее. Остальные были москвичи. Я был москвичом, он был по направлению. Он закончил с отличием в ГИК, получил красный диплом, учился великолепно, а потом мы начали трудиться. Я в Москве, он в Алмате. Осы Асламбектің алғашқы рет Мәскеуде бүкілодақтық кинематографистер институтында оқып жүрген кезде, 3-ші курста жүргенде, күзде келсем, каникулдан бір топ қазақ жігіттің қыздары келіпті. Бәріміздің бір бас қосылып, бір кеш өткізген күніміз есімде, соның ішінде Асламбек ерекше, ересектігімен көзге түсті. Сонысын көп сөйлемеді отырғанда көбінесе басқа жігіттер сөйледі. Осы Макс Моғоловтар, Серік Райбаевтар көбірек сөйледі. Асламбек мынандай бұрышта отырып алып, бірдеңе сызатты отырады, жазатты отыр. Мен бұл протокол жазып отырма, стенограмма жазып отырма деп қоям. Анда-санда қарап, дейді. Шашын бетеп қояды, бір қарап байыппен бәрімізге. Содан кейін артынан барып сөйледі, ал достар деп келе жатқан мейрам бар, соны қалай қарсы аламыз деп басқа әңгіменің тақырып басқа жаққа бұрып жүрді. Алдымызда 7 ноябрь екен ғой сонда. Сол мерекені қалай өткіземіз? Біраз қазақ жігіттері, қыздары бас қосып қалыппыз деп. Содан мен ойдым, мына жігіт 1-ші курсқа келмей жатып, ұйымдастырып қабілеттігін көрсете бастады. Бірақ не жазып отыр екен дедім ғой. Сосын жайлап барып артына қарасам, тек қол қойып отыр екен. Тек қол қойып. Бір қол қойып, мен ойладым. Бұл сонда, демек, қол қоюдың бір формуларын іздейді отырады екен де. Сосын кейін
Тағы бір отырыста қарасам тағы да сөйтіп отыр. Сосын жайлап бардым да Сәке, онда Сәке деймін ғой. Сламбек, осы сен түбі бастық баласың дедім да. Неге деді? Неге? Деп сөйдім. Осымен үшінші рет бас қосып отырмыз. Сен ылғи қолыңда отрабатываешь, прям подпись. Сол айтқаным алдымнан шықты ғой, кейін естіп тұрып келдік. Содан келгенден бастап, сол мынау өзінің іскерлігімен, ұйымдастыру қабілетіменен көзге түсе бастады. Сламбекпен танысқаныма 50 жылдай болды. Біз бір кезде ГИК-те оқығанбыз. Сол бір кезде бір топ жігіттер, қазақ тобы бітіріп осы Қазақфильмге келген. 71-72 жылдары. Мен ағаның шақыруымен анимацияға келдік. Сонда Сламбек сол анимация тобын басқарған бірлестігін. Сонан бері бірге істеп келеміз. Сламбек творчество жағынан да сондай көрінген сол жас кезінен. ГИК-тен кейін әскерге барған уақытымыз да бар, бір жылдай. Сонда жерде өндіріске сценарий жіберетін. Анимацияға бір сценарий жіберген. Солнечный зайчик деген экологияға қатысты. Соны Әмен ағамыз түсірген. Сол Сламбектің сценарий бойынша. Фильм өте жақсы болған, жүлде алған. Әмен аға өзі ақжарқын, мейірбан, жастарды тәрбиелеуге өзі ылғи оң иығын беріп тұрады. Бәріміздің сөйлескен кезде. Сол ылғи бізді бір бағыттап жүретін де, ұлттық кино қандай болу керек, несімен ол көзге түсу керектігін осы Әмен ағадан бірінші рет естідім, режиссерден. Сондай мектептен өтіп барды да, Сламбек 1-2 жылдан кейін киностудияның директорының орынбасары болды. Онда да оның ұйымдастыру қабілеттігін мол екенін сонда байқадық. Үлкен ағаларымыз осы қазіргі сендер түсіріп жатқан студияның бірінші кірпішін қалағаннан, оғысы басынан осы жерден кеткеніне дер, пенсияға шығып кеткенге дер осы бірге болды. Ол кезде қазіргідей емес, 1,5 мың адам бұл Қазақфильмде жұмыс істейтін тұғын. Жаңағы шығармашылығы болсын, бұлар басқа адамдар болсын, 1,5 мың кісі деген оны басқару оңай емес. Мен енді Қазақфильмде біраз жылдар істедім. Менің көзімше көптеген қиын жағдайлар болды. Қазақфильмді басқару деген қазірде солай шығар, бірақ ол кезде өте қиын. Енді көптеген өндірістік жағдайлар бар, тағы басқа. Ал енді мына қандай ірі тұлғалар сонда, керемет жақсы өнер адамдарының, ұлы адамдар. Мысалы, енді Кенбай Қожабеков, Сұлтан Қожықов ол кезде кино түсіріп жүрген, Абдулла Қарсапаев, Шәріп Бейсенбаевтар, артистер қандай, ол артистер ол кезде. Содан кейін Нұрғиса Тілендиев ол киноға, музыканы жазуға үлкен шеберлікпен жазып жүрген. Демек айта берсең көп енді мына сонда ірі нағыз сондай табиғаттан берген зор таланттары бар адамдар. Солармен тіл табысу әрқайсының мінезі бар, тағы басқа. Алдымыздағы ұрпақтан көбісі Сламбекке деген ағалық бір алғыстарын айтып кетті. Әсіресе оның ішінде бәрімізге ортақ бір ағамыз бар. Камал Смайлов деген кісі. Ол кісі енді бәрімізге ұстаз. Кино студиядағы бәріміздің қадір тұтқан кісіміз, тұлға үлкен. Бәріміздің басымызды жинаған, тәрбиелеген де сол әсіресе Сламбекке, Бауыржанға, маған осында аталып жүрген мынау алдың қатардағы киногерлердің көбісі Камал Смайловтың қойны қонышынан шыққан. Сол кісінің өсиеттерінің көбісін Сламбек орындап кетті. Кино студияда істеп жүрген кезінде. Ал енді жаңа толқын, оны қалай не істейміз дегенде сұрақтар туады. Сонда Олжас Сүлейменов, ол кезде мемлекеттік комитеттің төрағасы, Сламбек,
сол 3-4 адам біз кәдімгідей сол бас қосып, ақылдасып, ойланып дұрыстап. Содан кейін мына жастарды қалай, оны жүйелі түрде, тек сол қалай іске асырамыз деген үлкен жоспар болды. Құдайға шүкір нәтижелі жоспар болды. Мәскеуден Сергей Соловьев, о кезде мына Ираклий Кверикадзе дейтін, ол да Сламбектің арқасы деуге болады. Өйткені мынадай енді олар шеберлер, үлкен шеберлер, соларды тауып Қазақстанға, Алматыға келтіру, Борис Риховский, айта берсең көп енді осындай. Олар былай қарасаңыз оңаймен келмейтін адамдар, оларды қолға түсіру қиын. Ол енді Госкинода ол кезде біздің министріміз Олжас Сүлейменов тұғын, сол екеуінің бастауымен осы мына жаңағы Әмірқұлов, Рашид Нұғманов, мына жаңағы Серік Апырымов, Дәрежан, Сәбит Құрманбеков дегендердің жігіттердің барлығы сол кезде оқып бітірген. Осы сәкеңдердің ықпалымен мына келешекте жұмысты жалғастыратын буын керек қой. Сол үшін осыларды осы күнге дейін сол жігіттер рахметтерін айтып, осы кісілердің арқасында біз оқып едік, білім алып едік, бұны жалғастырып жатырмыз деп айтып отырады. Сол кезде қазақ киносының жаңа толқыны деген ұғым. Новая волна казахского кино. Олар жеңе бастады. Мен өзім сонда Грузияға барып, сонда жюридің мүшесі болдым, сонда қуанып отырмын. Үлкен шеберлер, Қазақстан бұрын естімеген есімдер. Соны конечная остановканы Апырымовтың тағы басқа. Біз ортақ ол жағы бірге қуана білдік. Қазақ ретінде, осы қазақтың азаматы, өнердің адамдары ретінде. Сламбекпен енді қызмет атқарғанымызға жарты ғасырдан асып кетті. Алғашқы келген кездерін білем, бұлардың Москвадан оқудан келген жас бала бір топ. 15-16 жылдай киностудияны басқарды. Басқарып тұрған кезде жақсы фильмдер түсірілді. Сламбектің өз жаны жайдары, жұмсақ, адал азамат, қызметіне беріп, Аласапыра заманда Сламбектің сол тазалығы сондай сөйтіп жатқанда бір ине жіп алып шыққан жоқ сол киностудияны. У меня такое ощущение, что я всю жизнь работал со Сламбеком. Он в качестве директора, редактора. Он вообще творческий товарищ. Он писал сценарий мультфильмов, документальный сценарий писал, участвовал в написании сценария художественных фильмов. Мен сол 17 жыл қазақ фильмнің басқарушысы болып істегеннен кейін мен ойладым, осы да бір университет қой мен үшін, шығармашылық жағынан да деп, өзім бір фильм жасап көрейін деп директорлықтан кеттім. Өз басым Сламбектен ол қазақ фильмде директор болып жүргеннен білгенменен, оның шығармашылық ізденістерінің, көркем фильмдерінің премьераларын көріп отырып, содан өзіме жүрегіме жақын тарта бастадым. Өйткені ол тұңғыш рет біздің алаш арыстары өмірден өтсе де халқына тастап кеткен аманаты, олардың арманы, тілегі қайтсе халыққа жетеді дегенде алтын көпір болған адамның бірі осы Сламбек Тәуекел. Өйткені Батыр Баян дегенде қазақ баласы жатқа біліп, оқып ауыздан ауызға осындай қолдан түспейтін кітапқа айналып, о кісілердің ақталып шыққаннан кейін сөйткен заманда бірінші болып кино экранға шығарған адам, ол енді өте ер адам деп ойлаймын. Өйткені жердің атын кім шығарады? Ел шығарады. Елдің атын кім шығарады? Ер шығарады. Ер болу үшін жүрек болу керек. Шығармашылық үлкен шабыт болу керек. Он снял фильмы сперва Батыр Баян по сценарию Смағұл Елубаева, потом Махамбет по сценарию Олжаса Сулейменова. Опять Олжас Сулейменов нескольких режиссеров отверг. Не смог с ними. А вот со Сламбеком он договорился и увидел в Сламбеке какой-то потенциал. Ну и потом третий фильм он снял «Земля отцов» по сценарию Лаврентия Сова. «Жируёк» — это, кстати, инициатива, идея Сламбека Тәуекела. Этот фильм относится в классическом варианте к тем фильмам, которые
представляет страну, народ, нацию, понимаете? Без таких фильмов они, может быть, не столь кассовые, но без таких фильмов национального кино нет. Батыр баян түсірді, әжептәуір жақсы фильм. Ойламаған жерден көбісі таңғалды. Ой, мынау Сұланбек тек бастық па деп жүрсек, есеп-қисаптың, экономиканың, финанстың адамы ба десек, өзінде бір суреткерлік икемдік бар екен ғой деп. Сөйтіп жүрген кезде Махамбет түсірді. Онда да басқасында жүрдік, мына жаңағы монтаждау бөлмесінде Света Ниязованың жанында шайын ішіп отырып, анда-санда келіп қарап, не түсіріп жатыр, сол эпизодты қалай құраштырады. Сөйтіп жүргенде жер ұйықты түсірді. Сөйтіп жүрген кезде Сәкен кәдімгі режиссер болып шыға келді. Мен өзім Сәкенмен бірнеше жыл Қазақстан телерадио корпорациясында қызмет істеген жылдарында ғана жақынырақ таныс болдым. Шығармашылыққа деген бір мен байқағаным үлкен бір аңсар бар. Қай жұмыста болсын, мысалы телеарнаның жұмысы болсын, жаңағы шығармашылықта болсын, Сәкен бір қасиеті жанкештілігі. Өзін аямайтындығы. Оның бір ғана мысалы. Жаңа жылда «Ирония судьбы» дейтін фильм көрсетіледі ғой. Соны Сәкен айттым, Сәкен осы біз қазақ балалары көретін, қазақтың семьясымен, отбасымен отырып көретін, қазақ тілінде бір фильм түсірсек деп. Содан кейін Сәкен екеуміз келістік, тез арада сценарий жазылды, Гүлнар Салықбаева бар, Сәкен бар, мен бар деген сияқты. Жаңа жылға 20 күн уақыт қалған бұл кез. Сол 20 күннің ішінде Сәкен жаңағы толық метражды көркем фильмді түсіріп, монтаждап, оның музыкасымен көркемдеп жаңағы. Сонымен бісміллә деп бізде сол 31 күнді таңертең ұмытпасам бітірді. 31 күні кешке эфирден көрсеттік. «Бір бала» деп аталатын фильм. Сол кезде енді көп жұрттың ыстығы қаласында бөленді. Енді көрермендерден қап-қап хат алып аттық. Соның бәріндегі, егерде Сәкеннің соншама әбжілдігі болмаса, тыңғылықтылығы, жауапкершілігі болмаса, сол дер кезінде сондай жұмыс бітпес еді. Сәкеннің және бір атап айтатын қасиеті, бұның кісінің өзі мына шығармашылыққа да өмірден тәжірибесі керек. Сол жылдары өзі Сәкен өзі айтып берген балалық кезінен бұрын кейбір эпизодтар сол кейінгі фильмдерінде көрініс тапқан өзім көрдім. Мысалы жер ұйықта Сәкен бір әңгімесін айтып беріп еді. Бала кезінде далада қасқырлардың қоршауында қалып, соған қалай құтылғаны туралы бір әңгіме айтып берген. Сол эпизодты мен мысалы жер ұйықтан көрдім. Бірінші кинофестиваль Евразияны ұйымдастырған ол кезде жаңағы бізде Ораз Махатов Шырымжанов деген азамат болды, бірінші хатшы. Сол бар басында, мына Сұланбек Тілеуқабылович бар, мына Сәкен бар. Осындай азаматтар Евразия кинофестивалі болсын деп, осыны бірінші ашқанда, соның ішінде белсеніп, қол ұшын беріп, көмектескен, екінші, үшінші фестивальді бірге өткізген сол Сұланбек Тілеуқабыловичтің бір өзі. Сұланбек ағаны мен бала күнімнен білемін. Өйткені олар менің әкеммен үлкен достар болды. Барлығы бірге Мәскеуден жоғарғы оқуды тамамдап, осында Алматыға келген болатын. Үйде болған талай кездесулер, отырыстар, соның бәрінде Сұланбек аға біздің төрімізде отыратын. Өйткені ол біздің отбасылық үлкен дос болды. Менің әкем айтатын, менде өнерде жүргеннен кейін ба, екеуміз көбірек сырласып, көбірек маған ақыл айтып жүретінді. Сонда бір айтқан сөз бар, сенің қуанышыңа шын қуанған адам, ол сенің нағыз досың деп. Сол әңгімені айта отырып, әрдайым Сұланбек ағаны еске алатын. Мен де сол олардың үлкен достығының куәсімін. Қашанда қуанышымызда болсын, қиын жағдайда болсын, аға үнемі қасымызда болды, аға мен тәте. Олардың жылулығын біз әрқашан сезінеміз. Сол
Жібек тәте негізі ағаның үлкен бір тірегі ғой. Қасындағы балалары бар, немерелері бар. Қазір үлкен ата әже болып отыр ғой. Немересінен немере сүйіп отырған, шөбере сүйіп отырған. Бақытты ата әже деп ойлаймын оларды. Он один из тех, кто вообще Смаилов, Сламбек, Мамбетов, вот они, знаете, мощно, Алжас, мощно в свое время подняли казахское кино, казахстанское кино. Вообще, это, во-первых, они психологически все патриоты интернационального порядка. Мына Сламбектің азаматтық сана сезімі өте күшті. Соның ішінде мына ұлттық сана сезімі. Ол енді бұдай қарасаңыз, интернационалист дейді ғой, сол басқа ұлттардың әрқайсының тілін таба алады. Ал енді бірақ қазақтың еш уақытта ұмытқан жоқ. Он личность, образованная личность в плане знания и образованная личность в плане чувств от природы. От природы он тонко ощущает, чувствует людей, дело, судьбу там чью-то. Көп жылдар бойы ол мультбирлестіктің бастығы болды, Қазақфильмде басшылық қызметтерде болды. Сондай-ақ көп актерлар туралы, ұлы тұлғалар туралы деректі фильмдер түсірді. Батыр Баян, ол кісінің туындысы, өзім түскен жерұйық болсын. Осы картиналардың барлығынан ағаның өзінің еліне деген, жалпы ұлтына деген бір ерекше бір ыстық ықыласын сезінемін. Жерұйық арқылы мен әрі қарай жаңағы мың баладан әрі қарай киноларға ақырындап түсе бастадым. Сондықтан мен үшін Сламбек аға такой счастливый билет в кино. Өте қиын жағдайда сол жұмылып, үлкен табысқа жете білдік. Осындайда Сламбектің тәжірибесін және де керек болса өсиетін, сол өмір жолын жақсы біліп, соны ұмытпауымыз керек деп білемін. Алматыда 48 жылыма қанша тұрыппын, сол маған бір кардиолог маман айтты, мына таулы жер сізге жарамайды екен деп. Содан Астанаға келіп, осы Айман Қожабекқызы Мұсақожаева басқарып отырған өнер университетінде кино факультет ашқан. Қазір міне режиссер, продюсер деген мамандық бойынша қос шәкірттер тәрбиелеп жатқаным бар. За 4 года Сламбек Агай вложил, наверное, что-то казахское. Он просто вот изначально сказал. Первое, что он спросил на экзамене при поступлении, он спросил, читал ли ты Абайжолы, да? И я, к своему сожалению, в этот момент не читал. И, отпустив глаза, так и ответил. И он вложил, наверное, что-то казахское в каждый фильм наш. И требовал, чтобы был вот этот казахский дух свойственный нам. Сламбек ағаның тұңғыш шәкірттері ретінде мен өзі ойлаймын, ертең барлық үмітін ақтаймыз деп, соған біз қазір бір-бірімізді жетелеп жүрміз. Сламбек ағам ешқашан ауырмасын, қасымызда әрдайым біздің сүйікті ағамыз, сүйікті мұғаліміміз болып көп жасап жүре берсін. Мен үшін киноның жалпы болмысы өте жақын. Мен енді ол мен өзі зорлап ішіме кіргізген нәрсе сияқты да мысалы үшін. Бірақ мен оны толығымен қабылдадым. Киноның әрбір проблемасын, әрбір мүмкіндігін, әрбір жақсылығын өз адамгершілік болмысым сияқты қабылдадым. Кино мен ішімдегі нәрсені айтқым келгендегі қолданатын құрал сияқты.